Түлкі мен қырғауыл. Bir түлкі қалың ағаштар алып келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көретті жақындап келіп. Сәлеметсіз бе қырғауылым, қалың қалай дейді қырғауыл. Жақсы, өзің қалай тұрасың дейді түлкі. Жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді, бір құлағым естімеуші еді дейді қырғауыл. Жерге түсуге қорқамын, жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін дейді түлкі. Әй достым, қазір заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана келдім, бұйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылмасқа, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген дейді қырғауыл. Жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр. Оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін дейді. Ит деген сөзді естіген соң түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: қайда барасың түлкім? Бұйрықты ұмытып кеттің бе дейді түлкі. Кім білет, бұйрықты ол естімеген шығар дейді міңгірлеп.